Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бізде кезекті Қазақстан тарихы пәнінен сабақ. Бүгін бізде өткен сабақта біз түрік қағанаты, одан кейін пайда болған батыс түрік және шығыс түрік қағанатының тарихын түсіндірген болсам, бүгінгі сабақта осы батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін біз айттық қой, жетісу жерінде түргеш деген мемлекет пайда болды деп. Дәл осы түргеш қағанаты және де осы түргештерді жетісу жерін басып алған Қарлұқ қағанаты жайлы айтатын боламын. Бірінші мемлекет түргеш қағанаты өмір сүрген уақыты тоже жылдармен беріледі. 704 және 756 жылдар. Халқы және жер аумағы. Жалпы түргештер 6 ғасырда дәл сол батыс түрік қағанатының құрамындағы сол батыс түркілерге бағынатын тайпалар болған екен. Олардың жалпы өмір сүрген жерлері Жетісу алқабы болды. Нақтылап айтсақ, Шу өзені мен Іле өзендері алқаптарында өмір сүрді. Сөйтіп, Шу өзенінің түргештері өздерін сары түргештер деп атап, ал Іле өзені бойындағы түргештер өздерін қара түргештер деп атап екіге бөлініп алған екен. Кейін біз айтқанбыз, Қытай батыс түркін басып алды. Содан кейін бізде осы түргештердің көсемі үшлік деп аталатын Қытаймен соғысып, өзін жерін, яғни Жетісу жерін азат етіп, Қытайлардан 704 жылы мемлекеттің негізін қалайды екен. Яғни бізде мемлекеттің негізін қалаушы түргештердің үшлік қаған екен. Жалпы бізде үшлік қаған мемлекеттік билікке келгеннен кейін өзінің мемлекетін 20 әкімшілік аймаққа бөледі. Әкімшілік аймақ дегеніміз қазіргі мысалы Қазақстан Республикасы 17 облысқа бөлінеді ғой. Тура сол секілді сол кездерде үшлік өзінің мемлекетін оқушылар 20 ауданға бөлген екен. Әрбір аудан еще жеке әскер шығарып отырды. Сөйтіп бізде бұл мемлекеттің тоже екі астанасы болды. Біреуі Шу өзен бойындағы Суяб қаласы, сол баяғы және де Іле өзен бойындағы Күнгіт. Армен қарай, жалпы бізде бұл түргеш қағанатында оқушылар екі қаған бар. Біз білу керек, ол біреу негізін қаласы үшлік және де одан кейін билікке келген сұлық қаған, немесе оны сұлу қаған дейміз. Осы екі билеуші мемлекетті билеген кезде мемлекет өзінің шарықтау шегіне жетіп, территориясын ұлғайтып, жалпы көркейген кезі деп білуіміз керек. Жалпы түргештердің мемлекеті құрылғаннан бастап жағдайы жақсы болған жоқ. Біріншіден, олардың бір уақытта үш жауы болған екен. Ол бізде мынау слайдқа назар аударатын болсақ, оңтүстік батыста олар арабтармен қиян-кескі шайқастар өткізіп отырды. Оңтүстік шығыста Қытаймен, ал шығыста шығыс түрік қағанатымен осындай үш жауы болған екен. Енді осы жаулармен қалай олар саясатын жүргізді, соған тоқтала кетейік. Бірінші арабтармен осы түріктер соғысты, түргештер. Жалпы бізде арабтар 7-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап Орталық Азияға өзінің шапқыншылық жорықтарын бастайды, ислам дінін тарату мақсатында. Сөйтіп, уже 8-ші ғасырдың басына таман түргештердің территориясына жақындап бастайды. Ал 8-ші ғасырдың басында, 700-ші жылдың басы деп тұр ғой, түргеш мемлекет енді құрыла басталған кез еді. Сөйтіп, бізде үшлік қаған 706 жылы мынау арабтармен соғысып жатқан соғдыларға көмек беріп, түргештер мен соғдылар бірге арабтарға қарсы Бұхара түбінде шайқаста айтарлықтай соққы бере алады, бірақ соңында бәрібірде осы арабтардың бас қолбасшысы Құтайба ибн Мүслім атты бәрібірде Орталық Азия, яғни соғдылардың мекенін Соғдияна деген жер бар, қазір картадан көрсетемін, сол жерді толығымен басып алған екен. Сөйтіп, енді мынау арабтар мен түргештердің арасында екеуінде жер Соғдияна деп аталады, сол жерде соғдылар тұрған. Бірінші арабтар соғдыларды басып алады, одан кейін барып түргештерді басу керек. Сөйтіп соғдыларды басып алып, уже түргештер арабтармен қиян-кескі соғыс жүргізуге мәжбүр болады екен. Ал осы кезеңде арабтармен соғыс жүргізу барысында өзінің белсенділігімен, өзінің соғыстарға көптеген жеңіске жетуімен жалпы бізге танымал болған бұл мемлекеттің қағаны сұлу қаған екен, немесе сұлық қаған дейміз. Дәл осы сұлық қаған арабтармен соғыс кезінде әрбір соғысқа өзі қолбасшылық етіп, өзі қатысып, барлық соғысқа және көптеген жеңістерге жетіп, кейін арабтар осы сұлуға Абу Музахим, яғни сүзеген немесе мүйізді қаған деген лақап қойған екен. Бұл ақпарат өте маңызды, міндетті түрде жаттап алыңыздар. Ал енді Қытаймен күрес, жалпы негізі айттық қой, бізде үш жау болды: араб, Қытай және шығыс түрік қағанаты. Қытаймен негізі басында сұлық билікке келген кезде дипломатиялық достық қарым-қатынас орнатады. Ал шығыс түрік қағанатының сол кезде билеуші білгенің қызына құда түсіп, өзін ұлын үйлендіреді екен. Осылайша Қытаймен және шығыс түрік қағанатымен достық ара қатынасын жасатып алып, одан кейін бару үшін арабтарға салған болатын. Бірақ бізде сұлу қаған 738 жылы қайтыс болғаннан кейін Қытай қайтадан Жетісу жерінен жорықтарын бастап, бізде 740 жылы оқушылар Тараз қаласын басып алады екен. Тараз қаласы бұл сұлу қағанның кезіндегі оның ордасы болған. Біз айтып өттік қой, жаңа ордасы негізі Суяб пен Күнгіт десек, ал уже мынау билікке сұлу келгеннен кейін ол орталықты Суябтан Таразға ауыстырады екен. Сөйтіп Тараз қаласын, одан кейін Суябты да басып алады екен. Кейін осы мынау түргештердің
мұрагерлері, осы сұлудың мұрагерлері, олардың билігі әлсіз болды, сөйтіп олар амалсыздан арабтардан көмек сұрайды қытайларға қарсы күш біріктіруге. Бізде қытайлар мына жерде Тараз бен Суябты басып алды, көмектесіңдер ме деп. Сөйтіп арабтар көмектесіп, бізде тарихта оқушылар Атлах деген шайқас пайда болады. 751 жылы Атлах қаласының маңында, немесе Тараз қаласының маңында осындай ірі шайқас өтіп, 5 күнге созылады. Бұл шайқастағы негізгі екі қатысушы арабтар мен қытайлар екен. Арабтардың құрамында еще олардың құрамында түргештер болды, өйткені түргештер көмек сұрады ғой. Бұл шайқас нәтижесінде арабтар жеңіске жетіп, Қытай жетісу жерінен толығымен қуылады. Сөйтіп арабтар да ары қарай Орта Азияға шегінеді екен. Сөйтіп дәл осы оқиғадан кейін оқушылар бізде ең алғашқы рет ислам діні түркілер арасына тарай бастайды екен. Бұған дейін бізде тәңіршілдік болса, 751 жылы Атлах шайқасының оқиғасының нәтижесінде бізде ислам діні кеңінен тарай бастайды түркілер арасында. Енді құлау себептеріне тоқтала кетейік. Мінекей себептері: Қытай және арабтармен соғыс, шығыс түрік қанаты тарапынан көрсетілген қысым және қара және сары түргештер деген негізгі тайпалар деп еді ғой. Жаңа Шу және Ілет өзендері аралығында өмір сүрген сол тайпалар билік үшін таласады екен. Сол бізде мемлекеттің орталық биліктің әлсіреуіне әкеліп, осындай әлсіреп кеткен мемлекетті Алтай мен Тарбағатай жерінен қарулық тайпалар келіп, Жетісудағы билікті басып алады екен. Осылайша бізде түргеш мемлекеті өмір сүруін тоқтатады. Енді Жетісудағы соғдылар туралы қысқаша айтып кетейін. Оқушылар жалпы жаңа соғдылар дедік, олар Соғдияна деп аталатын Орталық Азиядағы аймақта өмір сүрген Иран тектес тайпалар екен. Олар жалпы өздерінің сатуға бейімдігімен беделді, және де олар сауда-саттыққа жақын болған екен. Сондықтан да оларды бізде осы 6 және 7 ғасырларда оқушылар соғдылар жаппай Жетісу жеріне қонысына бастайды. Оның негізгі 3 себебі бар. Біріншісі сауда жасау мақсатында. Өйткені бізде Ұлы Жібек жолы деп аталатын орта ғасырлық үлкен керуен сауда жолы осы дәл осы түркештердің жерімен өтетін болған, яғни Жетісу жерімен. Сол жақта сауда жасау мақсатында айттық қой, саудаға бейім болды. Одан кейін сол Соғдиянаның соғдылардың билеушілерінің қысымына шыдамай оған наразы білдіруші көпестер мен дихандар, көпестер деген саудагерлер, дихандар деген егіншілер Жетісуға ағыла көше бастайды. Бұл екінші себебі. Ал үшінші себебі оқушылар арабтардың жаңағы жаулап алушылықтары. Арабтар жаулап алды деп едік қой жаңа Орта Азияны. Соның кесірінен бізде соғдылар Жетісу жеріне жаппай көше бастайды екен. Сөйтіп бізде Жетісуға келген соғдылар, оқушылар бізде Жетісу жерінде қала мәдениетін, егіншіліктің дамуына зор үлес қосқан екен. Бізде Махмұд Қашқари деген 11 ғасырдағы тұлға бар. Ғұлама, ол бізде түркология ғылымының негізін қалаушы, Дивани лұғат ат-түрк еңбегінің авторы. Осы кісі былай деп жазып кеткен екен: жалпы соғдылар Жетісу жеріне келгеннен кейін олар түркіленіп кетіп, соғдылар арасында түркше сөйлей алмайтындары жоқ деп атап өткен екен. Мінекей мынау картада оқушылар жасыл түспен бізде толығымен түргеш қағанатының территориясы. Осы жерде мінекей Шу өзені бойында Суяб қаласы, мінекей бірінші ордасы, Еле өзені бойында Күнгір қаласы екінші ордасы. Мына жақта араб халифаты батысындағы жауы, мынау Таң империясы деген Қытай, көкпен тұрған бұл Қытай. Шығыс түрік қағанаты дегеніміз тоже үшінші жауы еді. Шығыс түрік қағанаты Қытаймен достық қарым-қатынас орнатқанмен арабтармен соғысып, ағыр соңында Қытай басып келгеннен кейін, сұлудың қайтыс болғаннан кейін 751 жылы мына бір Тараз қаласының маңында Атлах шайқасы орын алып, бұл шайқаста арабтар мен түргештер жеңіске жетеді екен. Келесі біз қарастыратын мемлекет, оқушылар, бұл қарулық қағанаты. Жалпы түргештерден кейін дәл тура сол Жетісу жеріндегі территорияны толығымен иемденіп алған осы қарулықтар екен. Ал қарулықтардың ең алғашында өздерінің мекен еткен жері оқушылар бұл Алтай мен Балқаш көлі аралық екен. Олар сонымен қатар шығыс түрік қағанатының құрамында болды. Сөйтіп шығыс түрік билеушілерінің қысымына шыдамай, ұйғырлар мен қарулықтар бірігіп, шығыс түрік қағанатын өткен сабақта айтып едік қой, 744 жыл құлатады. Сөйтіп бізде 744 жылдан бастап Моңғолия жерінде жаңа мемлекет қалыптасады. Ол мемлекеттің атауы ұйғыр қағанаты. Бұл оқиғадан кейін уже қарулықтар шығыс түркілерге емес, уже ұйғырларға бағынышты болып қалады. Сөйтіп уақыт өте келе ұйғырлардың да қысымына шыдамаған қарулықтар оларға қарсы бас көтеріп, бізде ұйғырлар мен қарулықтар арасында соғыс болып, соғыс нәтижесінде ұйғырлар жеңіске жетіп, қарулықтар қашуға мәжбүр болады. Сөйтіп бізде ұйғырлардың жазба деректерінде айтылады, қарулықтар үшін ит жылы 746 жылы батысқа қарай қашқан жыл дейді. Яғни ұйғырлармен соғыстан кейін қарулықтар қашады. Қайерге қашады? Жетісу жеріне қашады. Ең алғашқы Жетісу жерінде оларды күтіп алған тайпа оқушылар Оғыз тайпалар екен. Оғыз тайпалар күтіп алып, осы екі Оғыз және қарулы тайпалар арасында соғыс демей-ақ қояйық, енді кішігірім қақтығыс орын алады. Сол қақтығыстың нәтижесінде қарулықтар жеңіске жетіп, оғыздарды ығыстырып жібереді.
қуып жібереді. Жетісудан қай жерге? Бізде Сырдария өзенінің бойына немесе Арал теңізінің бойына, сөйтіп әлсіреп кеткен Түргеш мемлекетін 756 жылы қарлұқтар толығымен басып алады екен, Ал орталығы бізде тура сол Суяб қаласы, Түргештерде де Суяб қаласы болса, Қарлұқтарда да осы Суяб қаласы болған екен. Территориясы жалпылама айтқанда Жоңғар Алатауынан басып Сырдарияға дейінгі, немесе бір сөзбен айтамыз, Жетісу жері екен. Жалпы бұл мемлекеттің негізгі тайпасы Бұлақ тайпасы болды. Ал мысалға түргештерде кімдер еді? Бұл сары және қара түргештер. Мысалы батыс түрік қағанаты ол Додон Шиби болса, Қарлұқтарда біреу ғана екен, ол Бұлақ тайпасы. Деректерге сәйкес бұл Қарлұқтарда 25 қала болған екен. Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан. Және де 840 жылы Қарлұқтар уже Енисей қырғыздармен бірге отырып, ұйғыр қағанатын құлатып, 840 жылдан бастап Қарлұқтың бас билеуші Ябғу деген лауазым еді ғой. Ал 840 жылдан бастап Қаған деген лауазымды өзіне иеленіп алады екен. Енді арабтармен тек қана түргештер емес, сонымен қатар Қарлұқтарда соғысқан болатын, бірақ араб халифатымен емес, осы араб халифатынан бөлінген бізде 820 жылы Самани әулеті деген әулет пайда болады. Ол әулеттінде басты мақсат тура сол ислам дінін тарату, түркілер арасында. Сөйтіп 840 жылы Қарлұқтарға қарсы қасиетті соғыс жариялап, бізде Испиджаб, одан кейінгі 9 ғасырдың соңында Тараз қаласын басып алып, кейінірек Испиджаб қаласы бізде түркілер арасында ислам дінінің таратудың басты орталығына айналады екен, Испиджаб қаласы. Бұны міндетті түрде жаттап алыңыздар, оқушылар. Осы оқиғадан кейін бізде тағы да уже түркілер арасында екінші деңгейі басталады, исламның таралуының. Енді қағанаттың құлауына тоқтала кететін болсақ, бұл қағанат осы арабтардың басқыншылығынан, яғни именно Самани әулетінің жорықтарынан әлсіреп, 940 жылы дәл осы Қарлұқтардың құрамында болған Қашқар жеріндегі мекен еткен Көсемі, Сатық-Боғра деген Баласаған қаласын басып алады. 940 жылы сөйтіп бізде бұл мемлекет өмір сүруін тоқтатады. Яғни 200 жыл өмір сүрген 756 жылдан 940 жылға дейін 2 ғасыр бойы өмір сүрген мемлекеттің тарихы осымен тәмамдалады екен. Сөйтіп Жетісудағы тура сол Жетісу территориясындағы барлық билік бізге уже жаңа әулет Қарахандықтар әулетіне өткен болатын. Мінекей оқушылар, мынау картада бізде Қарлұқ қағанатының территориясы, қарасаңыздар, Жетісу территориясы Балқаштан бастап Ыстықкөлге дейін, мынау Суяб қаласы орталығы болды, ал мынау олардың басындағы көршілестері Саманилер, міне бізде Испиджаб және Тараз қаласын басып алған екен. Жалпы оқушылар, бізді осы сабақты мен мынандай бір керемет сөзбен аяқтағым келіп тұр. Овид Наса Публиустың тіпті жаудан да үйренуге болады деген. Яғни бұл сөздің мағынасына қарайтын болсаңыздар, егер білім керек болса, оқушылар тіпті жаудан да үйренуге болады екен. Сондықтан да білімге құштар болайық. Ал оқушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.